4-ші этаждан мектепте жүріп, 4-ші этаждан құлап, басын айырып алды. Балаңыз басы жасамай қалады деді. Баланың ауырғаны, ананың деген шырылдаған, жылаған дауысы. Сіз соның барлығын көзбен көрдіңіз. Енді дәрі-дәрмек вообще жоқ болды бізде. Жолдасым оны Россиядан алдырды. Сояқтан алдыртып, бесплатно тараттық. Бәріне тараттық. Қаражат қайдан келді сіздерге? Өзіміз, жолдасым өз шығар қалтасынан, иә. Бізге дені сау ана керек. Иә. Сіз өліп кеткен жағдайда да, сіз өлген жағдайда да, мысалы, халық кім көреді дейді. Ең болмаса бізді ойламайсың ба дейді. Армысыздар, сіздермен бірге жақсылықты жарқыратып волонтерлік подкастының кезекті шығарылымы. Бұл подкаст Атырау облысы ішкі саясат басқармасы азаматтық орталығы коммуналды мемлекеттік мекемесінің демеу конкурсының нәтижесінде көрерменге жол тартып отыр. Қазақстанның дамуына үлес қосып, Атырау облысының өзімнің тұрғылықты жерім Құлсарының дамуына өлшеусіз еңбек етіп жүрген жандардың бірі волонтер Гүлжанар Орынбасарқызы бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Гүлжанар Орынбасарқызы номері 18-ші Меңдекеш Сатыбалдиев атындағы орта мектептің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, волонтер, күміс волонтер деп айтуымызға болады. Және де осы елде, қоғамға уақытпен санаспай қызмет етіп жүрген жанның бірісіз. Тағы да бір қызығы, сіздер волонтер болғанда тек өзіңіз емес, отбасыңызбен бірге, жолдасыңызбен бірге осы волонтерлық қоғамға ақысыз қызмет ету бағытында уақытпен санаспай еңбек етіп жүрген жандардың қатарындасыз. Студияға қош келдіңіз. Сонау Құлсардан ат терлетіп келіп отырғаныңыз үшін алғыс айтамын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Керемет. Қуаныштымын. Жалпы волонтерлік қашан басталды, неден басталды? Бұл сізде осыдан 2017 жылдары басталды ғой, иә? Ресми түрде волонтер екеніңізді сол кезден бастап білдіңіз. Бұған дейін басталды ма, әлде сол 2017-ден басталды ма? Қалай басталды? Қандай ой түрткі болды сіздің волонтер болуыңызға? Мен енді 2017-ден бастадым, бірақ ол кезде мен волонтер дегенді білген жоқпын, ерікті дегенді білген жоқпын. Мен просто 2017-де мен микрорайонда тұрдым, айналамда, жан-жағымда көбіне жағдайы жоқ отбасылар болды. Соларды көріп, тамақ апарып бастадым. Просто өзіңіздің қалтаңыздан? Иә, өз еркіммен қалтамнан тамақ алып. Себебі менде андай бұрына өзім жаратылсым, өзім ата-анамның сондай үйреткен тәрбиесі бар. Қандай нан болса да жан-жағымен бөлісіп ішуді, бізде бөлісіп жеу, менде болсын, басқада болмасын деген бізде ондай тәрбие жоқ, бұрынғы өзімізден қалған сондай. Сосын өзім ата-анамнан кішкене ертерек айырылдым, әкемнен 26 жасымда қалдым, немнен анамнан 30 жасымда қалдым. Сосын білмеймін, өмірден қиналған шығармын. Сол волонтерлікті бастадым. Бастағанда енді сөйтіп жан-жағыма тамақ бере бастадым адамдарға. Содан жайлап солай жүре келе 2018-де волонтер екенімді білдім. Себебі мен жолымда Азамат деген ерікті баламыз болды, ініміз, бауырымыз қасымызда тұратын. Сол келіп апа маған айтты да, апа осылай қайырымдылық ашайын деп едім WhatsApp-тан. Соған сіз маған постоянно спонсор болатын болды, мен сосын ақша жағынан. Соған сіз көмектесіз, итак сіз волонтерсіз ғой енді деген. Сол волонтер деген не ол вообще Азамат десем, айтады, апа волонтер деген сіз деген, қазір сіз волонтердің жұмысын жасап жүрсіз дейді. Мен жасап жүрмін екен деп қоям қойшы. Айтады, сіз деген қазір деген көрінбейтін жұмыс жасап жүрсіз, сауап жасап жүрсіз дейді. Сол көрінбейтін сауапты көрсету керек екенбіз біздер дейді. Себебі не үшін көрсету керек? Мен айтамын, ол сауапты адам көрсетпейді ғой. Себебі бұрын біз естуіміз, үлкендерден естуіміз, оң қолыңмен жасаған нені, қайырымдылықты сол қолың көрмесін дей ма, қалай айтады ғой енді. Сол сияқты, сол көрінбей жасырын жасаған сауап ол көбірек қой деп сөйлесем, жоқ, апа сіз түсінбедіңіз, ол былай. Бізде волонтер деген қазір осылай группа ашып, официально волонтер болып, ашылып, тағы адамдар жинап, 10 шақты волонтер болып, солай жоқ отбасыға көмектесейік. Себебі біз неге камераға түсірейік, видеоға түсірейік, жариялайық. Сосын ол деген ондай ниет емес, біз бәріне көрсеткенбіз, мақтанамыз деген ол ниет емес.
ол деген біздің ниетіміз басқа да не қайырымды жандарды шақырайық, қайырымды жандар көп болсын, елімізде жаңағы не болмасын деп, онда менің ойыммен бірдей шықты да. Елімізде мұқтаж жан болмасын, бәріміз бірдей неде тұрайық деп та. Сосын жақсы, онда ашсаң аш группа, біздер қосылайық деп өзім келісім бердім. Содан группа аштық, 10 шақты волонтер болдық. Сосын 2018-ден бастап, соған карантин басталды. Карантинде жайлап тамақ апара бастадық. Бірінші 5 отбасыдан бастадық. Сол азаматтың атына сбор ашып, сөйтіп тамақ апардық халықтың несімен, салған садақасымен. Содан 10 отбасыға көбейді. Одан халықтың сеніміне кірдік. Сөйтіп 20 отбасы, 30 отбасы көбейе берді. Сосын нелерде жаңағы балалар күнінде, балалар жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалар бар ғой, ауыратын балалар. Иә, сол балаларға неге сыйлай бастадық. Бірінші неге июньде, 1 маусымда балалар күніне. Сосын жылына 2 рет мүмкіндігі шектеулі балалар мен аналарына көңіл күйлерін, аналарының енді көбіне мүмкіндігі шектеулі балаларға көңіл бөледі адамдар. Тек балалар деп. Оны негізі ең қиыншылық көріп отқан аналары. Оларды бағып, қарап, бүткіл несін бөліп, соларға отырған. Сол енді аналардың енді көзбен көру мүмкін емес, енді олардың енді қалай деп айтуға болады. Сіз олардың барлығымен етене араласып жүрсіз ғой. Иә, баланың ауырғаны, ананың деген шырылдаған, жылаған дауысы. Сіз соның барлығын көзбен көрдіңіз, қастарында болдыңыз, бірге жүрсіз. Соған сіз қалай көмектесем деген ой болды ма сізде? Иә, сол аналарға көңіл көтеру мақсатында қасымызда 2-3 қыздар бар. Солармен жиналып, өзіміз волонтер қыздар бар, ерікті. Солармен жиналып, жылына 2 рет не беретін болдық. Не береміз болды емес. Жылына 2 рет көңіл сыйлау мақсатында сбор ашып, өзімізден спонсор іздеп, өзімізде спонсор болып, банкетке шара ұйымдастырамыз жылына 2 рет. Неге стол жаямыз, банкетке стол жайып, сосын еще сыйлықтарын береміз. Ойындар ұйымдастырамыз, тамады жалдаймыз, солай шара өткіземіз жылына 2 рет. Одан қалды балалар, шаңырақ балалар үйі бар, ол балаларға да барамыз, көңіл бөлеміз. Жылына 2 рет, кейде 1 рет жылына. Енді біз деген жұмыста жүргесін қолымызда тимей қалады, кейде сондай мезгілдерде жылына 1 рет шаңырақ балалар үйіне балаларға көңіл сыйлаймыз барып. Олардың көңілін көтеріп, оларды ойнататын жерге апарып, тамақтандырып, киімдерін алып беріп, жоқ киімдерін өздері айтады, қастарында жүреді, өздерінің нянькілері, жаңағы воспитательдері, мұғалімдері. Солармен ақылдаса келе, мына балаға киім жетіспейді, негізі береді ғой үкіметтен, үкімет бермейді демеймін, оның бәрін қамтып отқан үкімет қой енді. Жетіспеген жерлері болады ғой, сондай жерлерін біз сұраймыз, біздер алып берейік, өзімізді еркімізбен, осылай, мысалы спонсор шықты, ақша беріп тұр, осылай деп. Сонда өздері айтады, мына балаға аяқ киім керек, мына балаға куртка керек деп. Сондай киімдерін алып береміз. Сөйтіп балаларды апарып, қоштасып, енді сол кезде енді балалар енді қимастық білдіреді ғой, енді барып келгенде қуанышты күймен келеміз, енді күліп, мәз болып, видеоға түсіріп, кәдімгі енді балалармен ойнағанда мәз боламыз. Ана балалардың құшақтағаны, енді кетіп жатқанда, енді үйге кетерде енді ана балалардың айтады ғой, қалай андай құшақтағанда мені алып кетесіз ба деген сияқты. Мен де анам болса екен деген сияқты ниетпен андай сондай немен құшақтап жібермейді ана балалар деген. Қолдарында былғағысы келмей, енді солай қимастықпен қоштасамыз балалармен, шын айтқанда. Сіз осындай қоғамдық жұмыстар жасау арқылы жігерлендіңіз ғой. Сосын бұдан да көп нәрсе жасасам болады. Сондай болды ма сізде ой? Ондай ойлар болды менде. Мен жолдасым көмектесті қасымда. Одан бірінші негізі мен жолдасым қарсы болды. Осы мен енді волонтерда жүргенде әбетке дейін жұмыста болам, әбеттен кейін болам, кейде бос уақытымда тек волонтермен айналысам.
ол балаларымды да қараймын, балаларым да өзім 4 балам бар, көп балалы анамын. Сол бірақ жолдасым кішкене қарсылау болды. Енді бәрін жасасам да, енді кейде біздер андай ғой, үй береміз, үй бергенде біз қайырымдылықпен, асарумен де жұмыс жасаймыз, немен харекетпен, асарумен де жұмыс жасаймыз. Немен ерлес пәтер деген естуіңіз бар шығар. Мақсат деген жігіт жасайды, бауырымыз. Онымен де айналысамыз, онымен де пәтер береміз біздер. Сондай мезгілдерде біздер ол пәтер алғанда ол үйге заттар аламыз. Сондай жұмыстармен біз күн-түні жүреміз. Бізде андай шектеу жоқ. Осыны атқайын жасаймыз, үйге барып демаламыз, ұйықтаймыз деген бізде уақыт жоқ. Біз андай 24 сағатта 4 сағат ұйықтаймыз, ұйықтамаймыз, жүре береміз. Қайырымдылық десе, өшім ішкен асымыз жерге қоямыз ғой. Бізде андай ғой, менде өзімнің ойым, мен өзім жеке ойым, андай жан жағымда мұқтаж жан болмаса екен. Адамдардың бәрі менімен бірдей болса екен. Мен өзім бұрыннан жаратылысым сондай бірдей болса екен. Мен өзім білмеймін де, жұрт құсап андай зәулім үйлерге де қызықпаймын. Шынын айтсам бар ғой, өзім бәрі айтады маған, сіз деген андай жер үйде тұратын шығарсыз, үлкен дейді. Жоқ, мен микрорайонда 4 комнаталы үйде тұрамын. 3 комнат 4 комнат үйде тұрамын, микрорайонда. Қарапайым адам, енді өзім шынын айтқанда. Бірақ адамға көмектескім келеді деген үлкен жүректі сезімің. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, ең басында өзімнің адамдарға тамақ апарып бастадым. Сонда өзіңіздің ақшаңыздан шығардыңыз ба? Өзімнің қалтамнан шығардым. Сіз кәсіпкер емессіз, қарапайым мұғалімсіз. Сол мұғалімге ол кезде мен мұғалім болған жоқ. Мен 2017-2018-ден бастап мұғалім болып бастадым. Мен ол кезде енді күн көру керек болды енді, ол кезде мамам енді қатты ауырды, шайды өзім анам қатты ауырды сол кезде. Сосын күн көру керек болды. Енді күн көру керек болғасын мен өзім жайлап таксовать еттім. Таксимен айналыстым. Апам болды, апам көмектесті жанынан. Сосын таксимен айналыссам да, сонда да күнделікті тамағыма, сонда да енді алған тамағымды өзім жеп отырмай, басқа да жесінші, қасымда басқалар да қиналмасыншы деп, сөйтіп сондай білмеймін енді, сондай немен өзім, даже мен балаларым менен көрген ба, білмеймін енді айналамда көршілерім айтып келеді ғой, сенің балаң ана жерде бір әжені сумкасын ұстап үйіне әкеліп тастады дейді. Ол кезде менің балам 4 оқиды. Сол айтады, сенің балаң, мен ол балама мысалы мен айтқан жоқпын. Балам мен апарып тасташы, мен оларға не айтуға мен шын айтқанда енді қолым тимейді да, енді менің көргенін жасайтын шығар енді, может. Сол жүре бара енді баламды да шақырдым. Баламды да тарттым. Балам неге мысалға құрмат таратамыз ораза мезгілінде, жұма сайын құрмат таратамыз сумен. Сондай мезгілдерде баламды ертіп жүрдім. Қызымды ертіп жүрдім, құрмат таратады, су таратады, тамақ тасығанда да көтерісіп, мама сен ауыр көтерме, мен көтеремін деп балам көмектесіп жүрді. Сонда жолдасым кішкене қарсы болды, айтайын дегенім, жолдасымды айтайын. Жолдасым кішкене қарсы болды. Екеуміз енді кішкене сөзге келіп қалып жүрдік. Ол жасыратын ештеңесі жоқ, не істеймін, ол ақиқат қой енді ол. Мен ол ойбай керіммін деп айта алмаймын енді. Сөзге келіп қалып жүрдік, ренжісіп қалып жүрдік. Ол айтып жүр, таста қайырымдылық не істейсің? Жолдасым кішкене неге кішкене не болды, қайырымдылыққа көп ондай жоқ болды да енді. Таста не істейсің қайырымдылықты? Ой жерде саған ақша бере ма? Ой жерде саған ештеңе бермейді ғой, тек просто сен өзіңнің ақшаңды шашып, енді не істе, ақшаңды шашып енді халыққа көмектесесің. Бірақ одан қалды сен құттай болса да ойланшы, сен 24 сағатта тек 4 сағат ұйықтайсың ғой. Сен денсаулығыңды ойламайсың ба? Сен аржанда балдарың бар, біз бармыз. Мысалы сен денсаулығыңды мен ойлаймын мысалға. Сен ауырып қалама деп қорқамын дейді. Мен айтамын, жоқ, мен онымен ұрысқан жоқпын, бірақ айттым, жоқ, сен қателесесің. Олай айтпа, ол қайырымдылық керек емес деп айтпа. Біз сол қайырымдылық арқылы біздің жолымыз ашылып тұр. Біз осы үйге қалай жеттік? Сол қайырымдылық арқылы сауаппен жеттік. Бізге халық ешкім ештеңе бермей ақ қойсын. Біз адамнан сұрамай ақ қояйық, біз Алладан сұрайық, Аллахтан сұрайық. Бізге сол сауаптарымыздың есесіне Аллах бізге 2 еселеп, 3 еселеп беріп жатыр, 1000 еселеп беріп жатыр. Шүкіріміз, 4 баламыз бар, үйіміз бар астымызда. Енді одан артық не бақыт керек бізге? Бақытты өмір сүріп жатырық, тұрып жатырық, ешкімнен нан сұрап жатқан жоқпыз, ешкімнен жаңағы қолымыз жайып ақша сұрап жатқан жоқпыз. Шүкіріміз, мен айтамын, барымыз қолымызда бар болса бөлісейік. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сен одан күнде ол грузовой машина дейді, үлкен көлігі дейді. Сен одан да күніге таңда тұрасың ғой, 5-те жұмысқа шығасың. Сол мезгілде сен таңғы 5-те тұрғанда үйден шығып батқан таксиге мінгенде
сен садақа лақтыр лучше. Біздің номер бар ғой, азаматтың номеріне сөйтіп садақа лақтырып баста. Сол номерді постоянно сохранить етіп қойды, голдыңа қойып қойды. Тек сол номерға күнде 700 теңгеден лақтырсаң, сен есептеп қой, 700 теңге саған дым емес сияқты, сен 700 теңгеге темекі де сатып ала алмайсың, бір коробка мысалға. А сен бір пачка темекіні бір күнде тартып тастайсың. Мысалға, шын айтқанда. Иә. Ал сен сол темекіні тартпай ақ қой, сен 700 теңге садақа бер. А сен қара 700 теңге садақаны сен 30 күнде 21 мың теңге ақша бересің. Ойлап қарасаң. А сен сол бір күнде 21 мың ақшаны бере алмайсың. Сөйтіп жолдасыңызды көндірдіңіз. Сөйтіп жолдасымды көндірдім. Сол беріп бастады, онда жол ашылып бастады. Демек сізде басында үй болған жоқ, қайырымдылықпен шұғылданып адамға болсын дегеннен кейін бар пәтерлі болдыңыз? Жоқ, мен өзімде үй болды, бірақ андай үй болғанда бізде енді үй болды астымызда. Былай ғой енді ол үйді ана адаммен келістік те, мен де андай адамға сене беремін ғой. Ақшаны беріп жібердік. Нотариально не отырған жоқ. Құжатын алған жоқсыз? Құжатын алған жоқпыз. Еще ол Қызылорданың адамы. Сояққа біз ақшаны келістік те, ақшаны беріп жібердік те, банкімен сөйлескен жоқпыз. Келіскен жоқпыз, банкіден біз алатын болдық қой, нені. Келіскен жоқпыз, барлықты ақшаны беріп жібердік те, үйде жоқ, ақшада жоқ қылып қойдық. Сондай қиналып, сондай. Қиналып жүрген кезде сіз волонтерлыққа келдіңіз. Сол кезде волонтер. Қалай үйімді алам, қиналып кеттім шайтан. Ана балаларымды ойладым. Бір жағынан балам деген неден 4-ші этаждан мектепте жүріп, 4-ші этаждан құлап, басын айырып алды. Басы жарылып, еще маған айтты, балаңыз басы жасаған адам болып қалған жағдайда деді. Адам болып қалған жағдайда балаңыз басы жасамай қалады деді. Ал егер қалмауы да мүмкін деді. Маған екі вариант айтты. Енді анам қатты ауырады енді мысалы. Сосын енді жаман қиналдым действительно. Бір Құдайға сеніп тек Аллах тек маған көмектесші деп отыра бердім. Шын айтқанда. Сосын жанымда дос қызым бар. Дос қызым болғанда жақсы араласатын семья. Соған тамақ апарып бердім үйіне. Үйіне көп балалы семья тамақ апарып бердім. Өзімде мысалы шын айтқанда өзімде ақша, қалтамда ақша жоқ. Бірақ соны неден алдым, магазиннен, үйден барымды алдым, жартысын бөліп алдым. Мысалы 2 рашки тұр ма, соны 1 рашкиін алдым. Сүт тұр ма, соны 2 сүтін алдым, 4 сүт тұр ма, 2 сүтін алдым. Өзімде не тамақ бар, соны жартысын бөлдім. Сосын жетпеген жерін, қалтамда бір 700 теңге бар екен, нанын несін магазиннен алдым, апарып бердім. Екеуміз бөліспейікші деп. Содан сөйтіп айттым. Содан кейін апарып бердім, 1 сағаттан кейін дәрігер телефон соқты, келіңіз деп барсам, балаңыз жақсы, көңіл күйі жақсы, сөйлесіп қараңызшы деді. Сөйлесіп қарадым, балам есі дұрыс, жақсы, балам шауып өзіме күшті көңіл күймен тұрды. Қуанып кеттім енді. Енді анаға енді баланың ауырғаннан өзімнің ауырғаным жақсы, енді анаға баланың саулығы керек қой, енді шын айтқанда әкемен анаға баланың саулығы керек. Енді өзім ойладым, Аллах, тек шын айтқанда қайырымдылықты күшейту керек екен деп ойладым мен. Жағдайдан кейін уже өзім балам аман қалғасын ойладым мен, қайырымдылықты күшейту керек, қайырымдылықты тоқтатпау керек екен дедім. Қайырымдылықты көбірек жасау керек екен адам дедім. Негізі қайырымдылық көп жасау керек екен. Содан бастап сіз қайырымдылықты күшейте бердіңіз. Өзіңізмен волонтер болам деп емес, қоғамға қалай қызмет етсем, адамға қалай көмектесем деген ойдың жетегінде жүріп, қалай өзіңіздің күміс волонтер болып қалғаныңызды білмей. Сол, даже біздер енді мен көп не ұстамаймын, телефон ұстамаймын, өтірік айтпай қойын. Даже мен жұмыстарымды да көбін мен түсірген жоқпын, видеоға түсіріп, жариялап, өйтіп істеген жоқпын жұмыстарымды да. Көбіне келема маған телефон соғады, балам ауырып қалды, Гүлжанар көмектесші, жалынам. Енді мысалға менде қазір ипі жоқ қой. Енді мен мұғаліммін, простой мұғаліммін ғой енді. Сол ипі жоқ, мен айтам, менде ипі жоқ, налог бар десем, қоймайды Гүлжанар көмектесші. Енді мен бар үмітім сенде, балам ауырып қалды, жолыма ақша керек, осындай 200 мың қаражат керек, 250 мың қаражат керек. Енді сен көмек бере аласың, бірінші Аллах, енді сенен күтем, не болса да жинап көршеш деп. Енді мен өзім
жинамайын десем де бірақ енді шыдай алмаймын. Сбор ашам. Бірақ енді сбор ашқанда енді Аллаға шүкір, енді осы қайырымдылықтың несі шығар, Аллахтың арқасы шығар, енді Аллахтың қалауымен ғой қай нәрседе. Жан жаққа жария қылмаймын, сол өзімнің тек голд номермен статусқа шығарам тек қана. Даже инстаграмға да шығармаймын, статусыма шығарам. Статусымда 600-де адам бар. Содан енді барлық садақа салғаннан 250 мыңдай жинап берем енді, барымша енді. Ниеттен бастайсыз ғой? Ниеттен бастаймын, тек бір күнге ашам тек. Бір күнге сондай қаражат жинаймын да, жиналған берем енді. Ал нағыз жетпей жатса, енді үстіне өзім қосам. Нағыз жетіңкіремей 200 мыңға жетіңкіремей жатса, енді өзіме үстіне онда өзім былайына қосам енді. Жеткіздіріп қанша жетпей тұр деп сұрап, өзім қосам енді. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, пандемия кезінде жүрдіңіз. Су тасқыны кезінде көпшіліктің басында болып, сол жерде қызмет еттіңіз. Енді сол жерлерде маған бір қызықты оқиғаларыңызды, немесе бір мүмкін емес болып жатқан жерден бір сіздің қолыңыздың ұшыңыз тиген. Пандемияның кезінде енді барлық адам мүлдем басқа жағдай болды ғой, қазіргідей қиын болды енді ол кезде. Қандай қиыншылықтар есіңізде? Тамақ әперу бір бөлек. Енді вирустан өзіңді, отбасыңды қорғау керексің. Өзіңді қорғау керексің, және ауырып жатқан адамдарға дәрі-дәрмек жеткізу керексің. Оның барлығы үлкен жауапкершілік. Қалай болды осы кезде? Енді ол кезде жолдасыңыз келісті ма? Келісті. Ол кезде жолдасым бірге жүрсіз. Оның алдында, енді оның алдында да бастадық қой, енді үйге бастады. Садақа беруден бастап біргесіз. Иә, біргеміз, содан біріктік. Сон ол кезде енді жолдасым көмектесті. Енді дәрі-дәрмек вообще жоқ болды бізде, тапшы болды. Аспирин таба алмады, парацетамол таба алмады. Жолдасым оны Россиядан алдырды. Ол дальнобойщик қой енді. Жан-жақпен сөйлеседі ол. Россиядан тамақ алып кеткен фуралармен сөйлесіп, Германиядан Россиядан алдырды. Сосын? Сояқтан алдыртып, бесплатно тараттық. Бәріне тараттық. Қаражат қайдан келді сіздерге? Өзіміз, жолдасым өз шығар қалтасынан, иә. Тегін таратты. Иә, тегін таратты, иә. Пачкілеп алдық енді, действительно. 100 штуктан алып, парацетамолдан 100 штук, аспиринен 100 штук, анальгинен 100 штук, антигриппинен 100 сөйтіп алып, солай тараттық. Таратқанда кім сұрады, соларға бердіңіз ба, әлде барлық адамға тараттыңыз ба? Жоқ, көршілеріме тараттым. Сосын жұмыстастарым, әріптестерім, сұраған әріптестеріме тараттым. Жазады ғой, енді группа жазыларға тараттым. Сосын көшеге тараттым. Көшеде енді бар ғой, енді бізде дегенде көмектесіп жүрген жандар көп қой енді бізде. Мұқтаж жандар көп, көмектесіп жүрген жандар көп, ауыратындары бар. Енді өзіміздің қасымызда жүрген волонтерлар да бар ғой, енді олар да ауырады ғой, енді адам емес, пенде емес. Қай-қайсы да тегін дәрі-дәрмекті өз қалтаңыздан шығарды. Сұрамаса да таратып бердім бәріне. Себебі енді ол дәрі бәріне керек қой енді. Мынадай пандемия кезінде, сосын даладан бізге деген не келді ғой, гумпомощь келді ғой. Гумпомощь келді, оны енді бір жерден таратылды ғой, енді жан-жақтан да келді гумпомощь. Бізге соғып танитындары бар, Қырамтаудан дене шынықтыру мұғалімдері жиналып жіберді, бір КАМАЗ не жіберді, жуа жіберді, бір КАМАЗ картоп жіберді, бір КАМАЗ не жіберді, рашке вермишель жіберді. Соларды тараттық. Бір волонтер қызымыз болды, Гүлфара деген. Пандемия кезінде. Жоқ, пандемия емес, су тасқыны кезінде. Соны айтайын деп жатырмын. Пандемия кезінде сіз дәрі-дәрмек тараттыңыз. Одан кейінгі су тасқыны. Жыл ойды бір күнде. Біз Құлсарыны видеодан көрген кезде көзімізге жас алдық. Кәдімгідей бәріміз толқыдық. Мына жақтан біз қолымыздан келгенше көмек көрсетіп жаттық. Енді жаңағы айтқандай, оң қолың бергенде сол қолың көрмесін деген ешкімге айтпаса да, бірақ шынымен де қатты толқыдық. Енді ондай көзімше қайтып кеткен адамдар болған жоқ енді. Бірақ енді дәрі-дәрмек тараттық. Сосын бір қарт әжеге, мүмкіндігі шектеулі баласы бар, қарт әжеге үй сыйладық. Бірақ ол әже дүниеден өтті, баласы қалды. Пандемия кезінде ма? Пандемия кезінде қайтты ол кісі. Ауырып, сол пандемия кезінде қайтты. Одан қалды бізде деген бір ішімдікке салынған ана болды. Сол волонтерлар болып бірігіп, сол ананы әкімшілікке айтып, жұмысқа орналастырып, кішкентай қызы болды 2 жастағы. Сосын әкесі болды.
кішкентай жертөле үйде тұр. Енді сол үйде, ана үйде енді тұру мүмкін емес, енді ана үйде тұру. Бірақ енді сол қасымызда бізде еріктілер бар ғой, Амандық деген, жаңа Азамат деген. Пандемия кезінде сізді уақытпен санасқан жоқсыз. Өзіңізден бұрын өзгелерді ойлап, дәрі тарату. Сол дәріні қалай жеткізсем болады, қалай тез жеткізсем болады, кімге көмектессем болады деген ойдың жетегінде жүрдіңіз ғой, солай ма? Иә, группаларға жаздым, кімге дәрі-дәрмек керек, кімге аспирин керек. Сол дәрі-дәрмекті сұрап жаздым группаларға. Группаға шыққан адамдар болды. Маған керек, маған мұқтаждарға жаздым. Мұқтаждарды айтты, маған керек деп. Керек адам бәріне тараттым. Былай қасымда жүрген адамдарға да бердім, көршілеріме де бердім. Жаңа айтып отырмын ғой, енді бәріне жеткіздім дәрі-дәрмегін, аманатын, жолдасына әкелген аманатын бәріне жеткіздім. Сіз жаңағы дәрі-дәрмектерді жеткіздіңіз. Бұдан кейін сізге көмектескен кәсіпкерлер болды ма? Әлде тек қана өзіңіздің қалтаңыздан шыққан болды ма? Жоқ, дәрі-дәрмекті енді өз қалтамыздан шығардық. Ал енді тамақпен қамтамасыз еттік қой. Біздер деген официально не аштық, НПО аштық. Жылой жүрек жылуы деген қайырымдылық қорын аштық. Азамат деген жаңа бауырым дедім, соның атын аштық. Біздер Амандық деген құрдасым бауырым екеуміз документально қасында болдық. Екеуміз. Сомен тағы 7 волонтер болды, 10 шақты волонтер болды. Сонымен бірге қор аштық. Сол қормен каждый жұмада тамақпен айналыстық бастапқы. Пандемия кезінде тамақ тараттыңыздар? Тамақ тараттық, иә. Дәрі тараттыңыздар? Тамақ тараттық. Еще 4 отбасыға 2-3 миллион көлемінде сбор ашып, сол қормен сбор ашып, 2-3 миллион көлемінде 2-3 отбасыға ремонтпен көмектестік үйіне. Жөндеу жүргіздік. Біреуіне отопление жүргіздік, біреуіне полный үйіне ремонт жүргіздік, отопление мен ремонт. Сөйтіп 4 отбасыға көмектестік. Сол кезде еще бір қарт анаға, ауыратын баласы бар, қарт анаға 20 миллион көлемінде үй сыйладық. Волонтерлар болып. Осы жүрек жылуының волонтерлары болып солай үй сыйладық. Өте керемет. Бұның бәрі пандемияның кезінде болған оқиғалар. Пандемия аяқталды. Аллаға шүкір, керемет, жайма шуақ өмір қайтып келді. Сөйтіп жатқан кезде су тасқыны болды. Су тасқыны кезінде Құлсары, Жылой ауданы, Құлсары қаласы бір сәтте су басып кетті. Барлығымыздың жүрегімізге сондай ауыр тиді. Бір сәтте қашып жаңағы бір күнде бір сәтте ғой. Тек су келді, бір сәтте қараған кезде су тасқыны. Біз енді дәл сол Құлсарыны осында су алып кетеді деп ойламадық. Біз өзіміз де ойлаған жоқпыз. Біз сенбей жүрдік, бірақ енді көмектесіп жүрдік қой нелерге. Келген солдаттарға, нелерге тамақ апарып көмектесіп жүрдік қой. Қасында жүрдік, су келіп жатқанда жайлап. Бірақ енді су алып кетеді деп ойлаған жоқпыз. Су тыйылатын шығар, кететін шығар, мүмкін емес су алып кету деп ойладық. Біз өзіміз де ойлаған жоқпыз. Бір күннің ішінде газ өшеді, су өшеді, аварийный ситуация, кетіндер қаланы босатындар деген түнде хабар келді ғой, сағат 10:30 ма 11-де ме хабар келді. Сол кезде не істерімізді білмей қалдық. Бүткіл Құлсары кетті ғой енді. Ер адамдар қалды, әйел адамдар көп кетті. Бірақ енді микрорайонда отырған әйел адамдар қалды. Сіз не істедіңіз? Мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналар қалды микрорайонда. Олар кете алмады, себебі балаларын алып кете алмады. Олар не болса да көреміз деп қалды олар. Себебі мен олармен хабарда отырдым. Енді мен кетпейтінен мен жолдасым Майша мінгізде мен балдармен, мен күтті қызым бар ғой іштегі. Үлкен балдармен мен қорқытқан жоқпын. Ана іштегі қыз ол кезде 2-ден кеткен ғой. 2-ге толған жоқпыз ғой айтпашы былтыр. Биыл 3-ге толдық. Енді 2-ге толмаған құтақандай қыз, жас жарымдағы қызды қалай сен көзін бақырайтып, жақсы ол су үйге 3-ші этаж ғой, біз 3-ші этажға келмегенмен енді газ тыйылады, свет тыйылады. Енді сен аштан қалдырмайсың ғой. Мына магазиннің бәрі жабық болса не істейсің? Мен өзім күнімді көрем, бірден қылып сендер кетіңдер деп, ол енді су тасып жүрген адам ғой, енді халыққа қызмет етіп жүрген адам ғой. Ол қалып қойды да, мен балдарды алып машинамен кетіп қалдым Ақтауға. Ақтауға кеттім, бірақ қалай кеттім, бір күн болдым да келесі күні қайтып келдім шыдай алмай. Себебі қыздар, бәріміз кеттік енді, волонтер қыздар, бәріміз кеттік қой. Бірақ жазды қыздар деген, қыздар ауылда деген көмектесетін адам болмай жатыр, волонтер таба алмай жатыр. Ауылға волонтер керек болып жатыр. Бесіп жатыр қойын шырлап. Сосын бір күн болдық та кейін қайттық. Не болса да көреміз деп кейін қайттым. Өзім Майша енді зар өлем өзім ғой. Балдарымды салып алдым да ауылға келдім.
бір күн сол күні тыныш болды ғой, енді ауылымызға кетейік, су тиылды ғой, бұйырса көрерміз енді қалған деп. Сол ауылға келдік, ауылға келіп гомпомыштар келді ғой енді жан жақтан. Жаңа айтып отырмын ғой, Хромтаудың дене шынықтыру мұғалімдері соғып сөйтіп камаз нелерін беріп жіберді, тамақтарын, картоп, жуа, морковь, вермишель, рашки деген сияқты оларды тараттық. Сосын жан жақтан асарумиден жіберді. Қасымдағы Анар деген, Амандық деген волонтерларға телефон соғып, асарумимен жұмыс жасаймыз ғой біздер енді. Олардың да волонтер өздері еріктілері бірігіп тамақ алып, газельмен олар да тамақ жіберді. Олар мойшыға дейін жіберді, оларды да тараттық. Ең қызығы сол тамақтың бәрін енді бізде ер азамат жоқ қасымызда. Бір жолдасымыз жұмыста. Енді біз қыздар болып жүрдік, 2-3 қыз болып, Гүлфара, Сымбат, Анар деген қыздар болып жүрдік. Сол сөйтіп жүрген Жібек апа деген бар. Сөйтіп жүргенде, в общем, ең қызығы ауыр затты біз өзіміз көтереміз. Ана картоп бәрін түйіктеп жинақ қоямыз, бәрін өзіміз көтереміз ғой енді. Белімнің ауырғанын білмеймін. Содан 20 күнде 20 күнде көмектестік. 17-сіне белім ауырып бастады. Апрельдің 17-сінде. Белім ауырып бастады. Содан шыдатпады. Обезболивающий алдым, не алдым, врачқа қаралдым, врач қаралатын врачта жоқ ауылда енді. Енді санаулы ғой енді врач, енді адам көп түсіп атқан. Обезболивающий алдым, шыдатпады, белім қозғалтпады, Ақтөбеге барып постель жатып қалдым. Сөйтсем менде грижа бар екен. Грижа барда 2 сантиметр грижа, сол шығып тұрған грижа, ана ауыр көтергеннен жамбасқа жабысып қалып, постельне жатып қалдым. Тұра алмай қалдым. Содан бір ай жаттым. Қызыңыз? Өзіңізден бірге ол қызыңыз? Қызымды апам бақты. Мен оны қарай алмадым қызымды. Мен вообще постель жаттым. Сонда жаңа ауыр көтеріп атқан кезде қоғамға көмектессем. Сол ауырғанымыз не істейміз ғой, кешке келіп ауырам үйде, жатып белім ауырады. Бірақ маз жағып алам да, обезболивающий навигам бар, китарол ішіп алып, телефон соғады, зат келіп тұр, не істеуіміз керек, жинақтап, мұқтаждық тұр, бөлек, сегізінші жолға бөлек, неге бөлек деп айтады өздері қыздар. Телефон соғады, тек ат шығып жүре береміз ғой. Сол өзімізге мән бермейтін болып тұрық қой. Енді халық қиналмасын, енді біздер тамақ отқанда олар тамақсыз қалмасын деп. Білмеймін, аш жүрген адам жоқ қой енді негізі. Расында аш жүрген адам жоқ қой. Бірақ енді үй жоқ болғасын, енді ем болмаса тамақтан қиналмасын деп келіп тұрған тамақты таратып берейік дейді жарымыз. Енді сондай ниет шығар енді. Енді сіз осылай қызмет етіп жүрген кезде өзіңіздің денсаулығыңыз сыр берді. Бір ай төсек тартып жаттыңыз. Сол кезде сізге болды, мен мына волонтерлықты қоям, енді бұны жасамайым. Әркім өз күнін өзі көрсін. Мен болдым дейтін ой болды ма сізде? Жоқ әлде қайтып кірістіңіз ба? Не істедіңіз? Болды. Болды ма? Сондай шешім қабылдадыңыз ба? Қалай болды? Бір ай ондай ой болды. Мен қояйын енді осыны деп. Жолдасым да айтты, балаларым да жылап тұрып айтты, мама, тапқан пайдаңызды қара. Не істеп жатсыз деді. Сіз жатсыз, постель болып. Енді түрімді фотоға түсіп қыздарға жібердім, қыздарым шошып кетті, волонтер қыздар. Біз вообще мынадай деп ойлаған жоқпыз деді. Мынадай сен мынадай ауырып деп ойлаған жоқ. Мен енді ешкімге айтпаймын ғой ештеңемді, енді барымша жасырамын ғой енді. Сол келмейсің ба дегесін фотоға түсіріп жібердім ғой. Шошып кетті олар деген. Соны мен өзімнің қыз балдарым айтты да, өзім балаларым, мама, сіз деген халыққа қызмет етіп жүрсіз, жақсы, жолдасым бәрі халыққа қызмет етіп жүрсіз, жақсы түсінем деді, сауап дедіңіз, оны да түсінем деді. Бірақ енді қазір жатқан жатсыңыз қараңызшы дейді. Сіз жүре алмай қалсаңыз не істейміз дейді біз. Бізге дені сау ана керек. Сіз өліп кеткен жағдайда дейді. Сіз өлген жағдайда да, мысалға, халық күн көреді дейді. Сіздің артыңыздан ешкім өліп қалмайды дейді. Балам айтады. Сіздің артыңыздан ешкім өліп қалмайды, мама. Халық күн көреді. Бірақ бізге ана керек қой дейді. Жолдасым айтады. Бізге, маған қасыма жар керек. Бірге жүретін, бірге тұратын жар керек қой қасыма. Балаларым анасы керек қой енді. Ең болмаса бізді ойламайсың ба дейді. Енді ауырып отқан адам ол, сен ыңылдап ауырып отқан болса, қайдан не ойлайсың сен ана жерде? Ғой енді болдым енді. Тоқтатамын бәрін, болдым енді. Ештеңемен айналыспаймын.
тоқтайын болды дедім ғой. Иә, сосын Сосын ағама бармай отырмын ғой өзім. Ақтөбеде жатырмын, өзім Ақтөбедегі АМЦ-да жасайтын, ағама бармай тұрмын ғой сол енді. Сол экстренный ағама телефон соғып, айқайлап маған кел тез деп, түсіреміз неге деп, снимкаге түсіріп апарсам, операция болмаса болмайды дейді. Через операция деді. Сразу операция саламыз, шығыл деді. Барып операция жаттым, шықтым да 2 сағаттан кейін тұрып кеттім. 2 сағат қорқып атқан, жылап атқаным 2 сағаттан шығып жүрмін. Шүкір, бірінші Аллахтың қалауы, екінші ағам енді себепші болды. Сосын сонда Руслан деген врач болды. Керемет врач енді, дәрігер. Руслан деген Ақтөбенің врачтары керемет екен, бәрі де жақсы. Сол енді жарты сағат сайын келіп тұрды. Жақсы ба деп. Енді шауып кеттім 2 сағаттан кейін. Шын айтайын, маған жүрегім айтты. Бірақ енді өзім жүріп кеттім. Білмеймін, енді өзім андай постель бір ай жатқасын, уже шыққым келді. Содан бір күннен кейін есік алдынан шығып кеттім, тыңдамай. Сосын естеңіз, Құлсарда не жағдай болып жатыр? Содан сонда жатып қайырымдықпен сбормен. Жағы аналар соғады, балама дәріге ақша керек не сбор ашам, сбормен алыстық. Одан ауырған балалар болды. Құлсардағы волонтерлар сбор ашты. Инстадан прямой эфирге, тікелей эфирге шықты. Соның сборларына көмектестік. Соны тікелей эфирде отырып не салдық, ат салсайық деп жаңағы қайырымдылыққа ақша салдық. Андай бір-бірімізбен асып өтейік, шақырайық деген мақсатта да. Енді ол жарыс емес, енді бір Аллах кешірсін. Просто андай салған көріп халықта салсын деп, емдетейік, тездетіп ақша жинайық, баланы ауырып жатқан адамды аман алып қалайық деген мақсатында. Көбінесе сіз балаларды емдеуге, аналарды қолдауға жұмыс жасап жүрсіз. Жалпы мына қоғамда ананы тәрбиелеуге, баланы емдеуге не жетпей жатыр деп ойлайсыз бізде? Енді ондай жағынан енді бізде деген дәрігер жетіспейді сияқты. Дәрігер жетіспейді. Сосын ол балаларды емдейтін аппарат жетіспейді сияқты. Өйткені барлығы да ем іздеп шыр болып жүрген. Себебі бізде ол аппарат болса, ол дәрігер болса, білікті маман болса, білікті маман жетіспейді, бізде врачтар жетіспейді, дәрігерлер. Болса, сол саланы емдейтін маман болса, ол ауылдан да алады ғой реабилитацияны. Далаға кетпейді ғой. Ол далаға үкіметтен де портал алып кетпейді, мысалы ақша шығарып, қаржы шығарып кетпейді. Бәрі ауылдан, елімізде жылойда болса, жылойдан емделеді ғой. Ол үкіметке де плюс мысалға. Осының болмауы салдарынан сіз волонтерлық, яғни қоғамға қызметіңізді әлі де жандандырып жасап жатсыз. Жаңағы алдында бір ай жатсаңыз да төсекке таңылып, телефонмен дедіңіз деп жасай бердіңіз ба? Неде жатып, больницада жатып, сбормен алысып отырмын ғой. Қасындағы апа күледі. Айнагүл апа деген бар еді, ол да намаз оқитын апа. Жанар дейді, олар да Ақтөбеде қайырымдылық деген көп білмейді екен. Олар ондаймен көп айналыспайды екен. Алла разы болсын десем, қарайтпайды ме? Ондай көп білмейді екен олар деген. Сол маған айтады да, Жанар, сен өзің жатсың, емделіп жатсың, саған ақша жоқ қой. Сен күйеуің аяқта тауып жатыр, жақсы. Ойын сен балдарың оқып жатыр. Балаңа жібересің ба? Әлде өзіңе аласың ба дәрі-дәрмегіне? Әлде үйіңе тамаққа аласыңдар ма? Ақшаны қайдан табасың дейді. Мен білмеймін апа, Айнагүл апа, білмеймін, шүкір әйтеуір деймін ғой. Келіп жатыр, шүкір, Аллахтың қалауымен шығар. Енді қолымнан келгенше көмектесейін, енді бар немді салайын деп, қазір шүкірмін ғой, жақсымын ғой. Кеше тоқтатамын деп айтып отыр. Кеше болдым деп отыр едің ғой дейді. Айнагүл апа, болмайды сияқты, мынау тоқтамайтын сияқты деймін ғой. Маған ұнайды. Өйткені ол сізге ұнайды. Мен уже сол немен кетіп қалғанмын. Даже мен айтайын ба, көшеде кетіп жатамын ғой, танитын адамды көріп қалсам, өзім тоқтаймын. Кім болса да өзім тоқтаймын. Бесплатно апарып, қайда жолыма кетіп жатса, жүр апарып, бесплатно апарып. Кім маған айтады, мен әріптесім болсын,
көршім болсын, жолдасым болсын, құрдасым болсын, маған не айтады, бір жерге барып келейік десе де, мен сол жерге барып келем. Мен одан ештеңе сұрамаймын. Мен сол жерге барып келем. Кейбір адамдар бар, бензин ақша бер, не ақша бер. Бірақ мен андайда ойлаймын да, бензин ақша неге сұрайды екен деп. Мысалға, мен өзім ойлаймын да, мен ол адамды, мысалы, мен әріптесім попросит маған базарға барып келейік деп. Енді ол жағдайы жоқ емес, оның жағдайы бар, бірақ попросит маған базарға, маған ол ақша беріп тұрған шығар. Ол тек маған келіп не айтады ол? Мысалға, сауап может суда тұрған шығар. Мен мысалы ол базарға бармай алған жағдайда, мен мысалы көп болса бензинге 1000 теңге кетеді барып келуге. Мен ол бармай алған жағдайда, мен жақсы машинам бензин жоқ, бір жүрмей тұр деп өтірік айтқан жағдайда, мысалы Аллах қорғау, мен барады да сол мезгілде мен бір запчастьім кетіп қалады. Бір сарник бірден кетіп қалады ал ол сарник алады да 30 000 теңге ақша дейді ал. Мысалға, мен ол адамнан жасырғанмен Аллахтан жасыра алмаймын ол. Сондықтан барып сол кісіге көмектесуім керекпін соған. Сіздің жүрегіңізде бірінші көмектесу деген нәрсе тұр. Сіз енді мына үй, отбасыңыз, жұмысыңыз және волонтерлікті қалай үйлестіріп ұстап отырсыз? Менде санаулы уақыттар. Өтірік айтпай қояйын. Барлығын жоспарлап қоясыз? Бәрі тек былай санаулы уақыт. Әбетке дейін жұмысым, әбетте үйге келем, тамағын берем, қайтып волонтерлікқа шығам, волонтерлікпен жұмыспен айналысуға шығам. Одан садиктен алатын уақыт болады, баланы садиктен үйге тамақтарын берем. Одан кейін тағы қайырымдылықтан шығып жатса, тамақ кей мезгілдерде тамақ пісіріп жатқан уақыттарда шығып қалған уақыттар болды. Күн салқындап кетті, әкімшіліктен бізге хабар берді, күн салқындап кетті, жаңағы андай қолмен сөйлейтін отбасы бар ғой, ауызбен сөйлей алмайтын. Тіл мүкістігі бар. Сол тіл мүкістігі бар отбасы бар. Сол 2 баласы бар, екеуі де ауырады. Сол балаға үйінде отопление жоқ, күн қақап тұр. Жататын жері бір комнатты үй, соған барып қараңдаршы, көмектесіңдерші деген хабарлама келді. Жұмыстан келдім, ол кезде кешке қарай келдім жұмыстан. 6:30-да келдім, тамақ пісіріп бастайын деп жатырмын, жаңа хабарлама келді. 2-3 қасымда дос қызым болды, жаңа ерікті қызым Анар деген. Сонымен жолдасыма соқтым телефон. Қайдасың, келатсың? Ол да тек как раз келатыр екен. Енді ол да уже қайырымдылық айналысып кетті, ол да қайырымдылық ішкен асы жерге қойды қазір. Соны келатырмын, я қазір деді, дайындала бер, шыға беріңдер, келатырмын деді. Тек тамақтың асын түсіндірдім де қызыма, баланы қарай тұр, қазір келем. Бір көп болса бір сағат деп. Сол қыздар жан-жақтан тамақтай, ақшалай көмектерін лақтырып жатыр. Соны жинадық та, тек сразу тамақ алдық та, сол жаңа үйге барып едік, сол өздерінің адам несі болады екен, тілшілері болады екен олардың. Сол тілшілерін шақырдық, сөйлестік, сұрадық, баласы ауырады екен, келіншегінің құлағы естімейді екен бір жағынан. Ана бала кішкентай бала, жасқа толмаған құттай ғой, енді 40-нан шыққан 2 айлық бала ғой. Даже түнде баланың жылаған даусын келіншегі естімей қалады екен. Ана бала қатты жылап қалады екен, кейде ауырып. Сондай жағдайды естіп, баласының ауыратынын естіп құлағынан. Соны естіп, сосын группаға жаздық, әкімшілікке бәріне жазып, хабарласып, үй жалдау керек. Акиматтан үй бергенше үй жалдап қарайық деп, сол адамға ақша жинап, 6 айлық үй тауып, жалдауға ақшасын төлеп 6 айының. Сол үйді біздер бір несі адам жалдамаймыз үй жинауға. Біз өзіңіздеріңіз барып жинап кетіп тұрсыз. Өзіміз жуамыз, ақтаймыз, бәрін өзіміз жүреміз. Себебі ақшаны оған бергенше, соған тамақ алып берек, керек затын алып берек. Сол ақшаға, қазір сен бір адамды шақырсаң, ол 50-60 мыңға жуып тазалап береді ғой, мысалға. Одан өзіміз сау, дене мүшеміз сау ғой, өзіміз жинап берек те, өзіміз кірісіп кетеміз, қарамаймыз. Сол ер азаматтар жағы заттарына келеді, жан жаққа шығамыз, ана көрпе береді, біреуі несін береді, төсеншін береді, сөйтіп сондай нелерін әкеліп, кірісіп соған араласып кетеміз. Сөйтіп 6 айлық несін, квартира үйінің жалдайтын пәтерінің ақшасын төлеп, 6 айға үй жалдап бердік. Тамағын бәрін алып беріп, 6 ай тұрғыздық. Ол 6 айдан кейін енді бір жағынан енді немен акиматпен, әкімшілікпен сөйлесіп қарай едік, оған ол үйге тіркелмеген екен. Сосын олар былай екен, оларға үй тиесілі емес екен негізі. Қалай шешілді соңында? Соңында, өздері
үйге тіркеп қойдық. Сосын жаңағы тілшісі бар ғой, сол жүру керек екен. Шешілді сол мәселе. Сол шешілді, Ең соңында сол пәтерлі болды, баспаналы. Пәтерлі болған жоқ, бірақ ары қарай өздері жолдасы, дені сау ғой, жолдасы жұмысқа кіріп, өз күндерін өздері көріп кетті. Керемет. Бірақ енді 6 ай бойына қамтамасыз, күн жылынғанша біз негізі мойнымызға алғанымыз, оған үй алып береміз деп алған жоқпыз. Енді біздің қолымыздан келмейді ғой, ол енді ол Аллахтың қалауымен ғой. Енді әкімшілікпен сөйлесеміз, пәтер неге тиесілі болса алып береміз, енді тиесілі болмаса онда сіздер қолдау көрсеттіңіз, барынша күн жылағанша, жаз мезгіліне дейін қолдау көрсеттік. Күшті. Гүлжанар ханым, осының барлығына мотивацияны қайдан аласыз? Қалай жігерленесіз? Мотивация деген жігерлену ғой. Енді жігерленгенде қалай деп айтуға болады енді. Аллаға шүкір, енді отбасым болғасын, тату-тәтті өмір сүріп атқасын, айналам бар, орталарым бар, ағайын тумам бар, бауырларым бар мысалға. Енді айналамның алғыстан қанаттанасыз ғой, әрбір жасаған жұмысыңызға бір адам рахмет деген кезде қанаттанып, жігерленіп келесі жобаға кетесіз ба? Сосын енді бір жағынан енді айналам, ортам жақсы ғой менің, енді мысалға жан жағым деген өзім сияқты адамдар ғой. Болсын, көрсін, жасасын деп тұрған адамдар. Мен қасында еріктілерім де, өзімнің бауырларым да, ағайын тумаларым бәрі де сондай адамдар. Болсын, тек көмектесейік, сондай адамдар. Может, солардан да өзім деп айта беруіме де болмайды. Жолдасымда поддержкасы бар. Мысалы, қиналған кездерім болды, қиналған кездерімде мысалы ашуланып келем, жұмыстан да шаршаймын, қайырымдылықтан шаршаймын, енді шаршаймын деп айтуға болмайды ғой. Сол кезде мен енді ештеңе айта алмай көзіңе жас аласың ғой енді. Өзіңе жас кете береді ғой енді. Сол кезде бір жақсы жолдасым, енді артына уже түсінгеннен мен жолдасым бір жақсы әдеті, андайда кейбір адамдар, жолдастары бар ондай, күйеулері қарсы тұрып, одан сайын давить етіп жататын. Жоқ, мен ондай емес. Мен жолдасыммен ренжісем, маған келіп поддержка береді маған. Ренжіме, керек емес. Мектептікін, жұмыстікін, жұмысқа таста. Қайырымдылықтікін, өзің айттың ғой, сауап үшін жүрген. Қайырымдылықтың ол бөлек қой, ол өзіңнің сауап үшін жүрген нәрсе. Сен шаршаған жоқсың дейді, маған айтады. Сен шаршап, просто сен бізге еркелейсің дейді. Біз саған андай қазір бұрын кішкене арасында бүйтіп келіспей аламыз ғой, енді қайырымдылық. Енді қазір қайырымдылыққа бәріміз беріп кеткесін, біз саған жан жағында бүйтіп ұрсатын адам жоқ. Сол үшін может еркелейсің дейді да, маған сөйтіп мен мазақлады, еркелейсің, сосын сен жылайтын шығарсың дейді. Мен айтамын, может олай да болады шығар. Енді ерікті деген өзінің білімін, еңбегін, жетістігін немен басқа да халықпен бөлісу деп ойлаймын да, андай тек менікі деп отырмау керек та. Бәрі сол жетістікке жету керек. Айналамдағы адамдардың, халқымның бәрі сол жетістікке жету керек. Олар да көтерілу керек. Кез келген адам волонтер бола алады. Бола алады. Және сол жақсылық жасауға құмарту керек дейсіз, солай? Құмарту керек. Мен даже мектептің несінде өзім балаларым бар, мектепте оқушыларым бар, оқушылармен де жұмыс жасаймын. Қыста жылой тазалықтың нелері бар ғой, адамдар, жұмысшылар, жылой тазалықтың көшеде боранда жүрген жылой тазалық, соларға оқушылармен үйлеріне өздері пирожки пісіріп алып келеді. Апай, жүріңізші, шайықшы деп пирожки пісіріп алып келеді. Сосын шай алып келеді, шоколадтарын алып келеді өздері. Соны таратасыздар? Соны таратамыз оқушылармен. Күшті. Ненің автобусын шоферларына таратамыз, көшеде енді халыққа қызмет етіп жүрген адамдардың бәріне таратамыз. Көп рахмет. Студияға келгеніңізге, сырласқаныңызға, барынша шынайы болғаныңызға көп рахмет айтамын. Жұмысыңызға, ісіңізге береке, сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Сізге де рахмет, Шолпан ханым. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Енді
айта берсем көп қой енді шынын айтқанда. Бірақ Әрине, енді сөзбен жеткізу мүмкін емес қой. Ерікті болу, енді еріктінің әңгімесін, жасаған жақсылығын сөзбен жеткізіп өлшеу мүмкін емес деп ойлаймын мен өзім. Енді қазір тек шет жағын бөлісіп отырып қой, енді бұл айтылмаған. жерде шексіз шетсіз эмоция жатыр. Иә. Аллаға деген шүкіршілік, әр адамға жасаған жақсылықтың артындағы бір жігерлену, ол сізге күш қуат береді. Қуатыңыз таусылмасын, әлі де талай көптеген істерді атқаруға Алла күш қуат берсін сізге. Амин. Қымбатты көрермен, сіздермен бірге жақсылықты жарқырату волонтерлік подкастының кезекті шығарылымы болды. Дәл осы подкасттан сіз қандай бір ой түйсеңіз, инсайт алсаңыз, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Лайк басыңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Эфирде амандықпен жүздесейік.